Көлебоян десеңші болжа. Көлебоян Алматы, өйткені сіздерге қуаныш сыйлайтын біздің әншіміз келіп жайғасты. Студиямыздың төрінде ендеше қарсы алыңыздар. Музыкант, әнші, қуаныш сыйлайтын адам Қайсар Қуаныш. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қалай ояндыңыз? Қалай жеттіңіз? Ой, әрең жеттім. Кептеліс болып жатыр. Сіз ерте келгеніңіз жақсы болды негізі. Сол кешік қалмайын деп. Қуаныш ұйықталмай. Келдік. Ұйқымыз 4 бөліп дегендей. Бәрекелді, ал ендеше әнімізді дуэтіміз болсын деп. Жерге тиіп ақ көйлегің дейтін ақ көйлегің дейтін әніңіз желіні жарып жатыр. Құттықтаймыз. Рахмет. Ютубта өте көп қаралым жинап жатыр. Соңғы кездері көйлекке қатысты әннің бәрі хит болатын сияқты. Қалай негізі? Қалай хит болды? Қалай шықты? Негізі шынымен керемет ән. Бұл әннің шығу тарихын айтып жіберейін. Осы көктемде, мамыр айында бір той болды досымның. Ол досым үйленді. Ақтөбенің қызын алды. Сонымен енді бізден құда болып бару керек болды дегендей. Сонымен тойға ән жаздыру керек болды досым. Осы тойға бола. Маған бір ән жазып берші дегендей. Сөйтіп жүріп жаңағы осы өнерде жүрген, қазіргі хит болып жүрген кісілер ғой қазір. Қаракесек деген. Омар Амантай. Сол жігіт хабарласқан кезде осы әнді ұсынды. Бірақ ол сатуға шығарыпты да, аудио версиясы тарап кеткен екен. Бірақ айтпайды өзі, айтпаймын дейді. Сатамын дейді. Бағасын қанша деп қойған екен бастапқыда сол әннің? Бағасын айтай қойын. Ол кісінің өзі... Доллар деп айтсаңыз. Доллар ғой. Түсіндім. Сонымен дос болам келісіп, бағасын келісіп алдық. Сонымен ол әнді жазып, тойға айтып шықтық. Оның бірақ шыны керек, мен ойлаған жоқпын, хит болып кетеді деген сияқты. Онда сезім болған жоқ мүлдем? Сезім болған жоқ. Қалай осында ол ән? Ақтөбеге барып келгеннен кейін маған видеолар келе бастады. Брат, сен деген сияқты жаңа бүйтіп түсіріп балалар жібереді қайта-қайта. Сол қанша күн арасы тойға барып, брайдың ішінде. Сонымен тойларға ұсыныс түсе бастады. Жаңа бұрынғы ұмытып кеткен организаторлар звондап дегендей. Қалайсың бауырым деп па? Барсың ба деп. Әнің теуіп отыр екен ғой деген сияқты. Сонымен тфай жаз бойы тойдан қалмады, той деп. Жоқ, шынымен өмірің өзгерді ғой қазір? Тфай, Аллаға шүкір. Киімің өзгерді. Киім бәрі өзгерді, Аллаға шүкір. Керемет. Жақсы. Бұл мен айтып отырған себеп, өйткені біз Қайсарды бұрыннан танимыз, жаңағы қаншама бейнебаяны түсірілді, сол кезде біз жаңағы сол площадка жүріп еңбек еттік, білесің бе, білмейсің бе, айтайын дегенім, бұл жол Қайсарға оңай түскен жоқ. Шын мәнінде. Бұған дейін қаншама әндер болды, мысалға, соң біреуіне болмаса екінші шығар деген кезде, мінекей, екеу де шықпай, міне аспаннан осы әнді бұйырды. Керемет, шын жүректен құттықтаймыз. Бейнебаяны қашан шығар? Бейнебаянды түсіріп, уже телеканалға бердік. Жақында? Жақында шықты. Сәл енді кешіктірдік, өйткені бір белгілі себептерге байланысты. Сондай болды. Жаңа ғана жігіттер жаңа ғана әңгіме айтып отырдыңыздар. Тәуекел түскен жылама жүрек деген әніңіз бар екен. Өкініп жүрмін, тағысында. Жалпы қанша әніңіз бар? Қазіргі таңда былай енді авторлық әндерді санағанда бір 20-дан асады. Автор енді басқа ұрланған дейді ғой. Кезінде ұрлады екен, қазір ұрламаймыз. Қазір тазамыз. Ол кез енді қалай енді? Күнкөріс. Жоқ деген сияқты. Күнкөріс. Қырғыз ағайындарға жайлап. Шынай айтып отырғанына мен қуаныштым. Құда түсетін кездер болған. Қазір енді Аллаға шүкір енді. Біздің де композиторлар жақсы композиторлар дамып, жаңағыдай жақсы әндер жазып отыр ғой. Сол кісілерден алып жатырмыз. Енді ол кісілерден алған дұрыс па? Әлде шетелдегі әндерді қазақ эстрадасына бейімдеп шығарған дұрыс па? Қайсысы дұрыс, қайсысы жеңіл? Енді жалпы әннің несіне байланысты, бағына байланысты әнші мен әннің. Ол білмейсіз. Не сияқты ғой бір? Лотерея сияқты. Лотерея сияқты, иә. Мен де ойлаған жоқпын, мұны ән. Мысалы, бұл отандық өнімді жаңағы ақ көйлегің. Омар бауырымның өзін шығарған әні да. Сөзін кім жазды? Сөзі Натрий Тубабаев деген сол кісінің досы екен. Ол кісімен былай көзбе-көз көрген жоқпын, бірақ рахмет айтамын сондай сөз жазып бергеніне. Натрий Тубабаев деген жігіт. Сол Қаракесектің барлық әндерін жазады деп ойлаймын. Сол кісі жазды. Сіз жаңа бұрын енді ақша болмадық, қазір Құдайға шүкір деп жатсыз.
Қазір гонорар қанша? Гонорар әлде ол тойға байланысты жеке хабарласында қатпаған баға жоқ, бір сөзбен. жоқ, менде қазір ондай баға жоқ. Негізі осы дұрыс, Қайсар, осы дұрыс. Өйткені қазір карантиннан кейін көптеген осы жаңағы әншілер өздерінің гонорарларын бір жаңағы азайтады. Кейбір жерде жаңағы екі есе азайтады. Бұл халыққа тиімді, халыққа жаңағы жеңіл болсын деген оймен ниетпен. Арнайы мені қалап жаңа тойға звондап шақырып жатса, мен ойбай мынанша бағаға одан түспеймін деген жоқ. Жарай, жағдайыңызға қарап дегендей барып берем. Жақсы, керемет. Ол наоборот, ол барғанда мен сондай тойлардан керісінше көп нәсіп тауып қайтамын да. Иә, алғысын алып, нәсібін тауып қайтамын. Ол тойда мен жаңағы басқа той аламын деген сияқты да. Қайсар, енді былай айтайықшы, бұрынғы ән деп қой, бұрынғы өмірің пандемияға дейін, пандемиядан кейінгі осы хит әніңмен нелер өзгерді, қалай өзгерді, нақты айтатын болсақ? Бағдарламалар, той деген сияқты, концерттер. Қандай концерттер? Осы жақында өзіміздің жаңағы эстрада жүрген бауырымыз Нұрболат Абдуллин. Нұрболат Абдуллин, сол бауырымызбен бірге ән сапарға шықтық. Бірінші турды осы өзіміздің жақтан бастадық, Талдықорған. Өзіміздің қарап жүретін жерлерімізден бастадық. Жақын жерлерді бастадық. Енді батысқа қарай кетіп бара жатырмыз 27-сі күні. Бәрекелді. Осы айдың. Нұрболат екеуіңіз жақын бірге жүресіздер. Бірге. Ұқсатады сіздерді халық біраз. Негізі бір коллаборация жасап, дуэт жазу. Оның бәрі жоспар бар, Алла қаласа енді. Басы әзірге осы нәрсені бастап алсақ. Көзілдеріктеріңіз де ұқсайды екен. Өзілдік десең. Өзілдік. Оныкі да әдемі, сіздік сияқты. Енді Нұрболатпен концерт қазір, енді бүкіл Қазақстан бойынша. Бұған дейін қандай осында бір нелер болды ма? Ән сапарлар болды ма? Ән сапарлар, мен жаңа жанны сіз айтып отырсыз ғой, бірге жұмыс. Сіз демей-ақ қойыңызшы, енді сен деп сөйлей берсе. Бауырым, иә. Мен өзім сөйтіп сөйлеймін бәріне. Үлкен кіші қарамаймын, сіз деп сөйлеймін. Жәкеңмен жүрген сол кезде. Жәкеңмен жүрген кезде біз соңғы бір ән сапарымыз болды, білесіз ба? Шымкентке. Шымкент. Содан кейін мен бір перерыв болды менде, 1-2 жылдай. 1 жыл ма даже. Сөйтіп барып Ахаммен шықтым, жерлесім Отыншев. Содан кейін карантин басылып кетті, мынау демалыс созылып кетті, мен опсы кетіп қалдым ғой. Сөйтіп, осы Алланың қалауымен 2022 жыл нәсіпті болып, бұйырғанын тауып жүрміз. Бастамасы жақсы. Бастамасы жаман емес, Аллаға шүкір. Өзің әнде жазасың? Негізі жазым, Міне, мен оны білмеппін. Қанша қасында жүрсем де, қанша Бауыржан қастағы бастайды. Менің келіншегі мән етеді. Қазір содан бастаймын әңгімені. Мен сіздерге бүгін ән алып келдім. Сол ән негізі өзімнің ән. Автор өзім, композитор. Сөзін Нұрзат Рахатов деген бауырым жазған. Жарыққа шықты ғой бұл ән? Жарыққа шыққан, бірақ бейнебаян жоқ еді. Сол бейнебаян түсіріп, соның тұсауын кесейін деген бір мақсат болды. Бәрекелді. Ендеше құрметті көрермен, Алматы арнасы Таңғы студия бағдарламасында бүгін Қайсар Қуаныш өзінің жаңа әннің тұсауын кеседі. Күшті. Ал осы әннің тарихы жайлы айта кетесіз бе? Жаңағы жаңа әннің бе? Иә, қара деген. Бұл ән негізі осыдан бір 4 жыл бұрын шықты. Сонымен бір кейіпкер болды негізі, жаңағыдай бір мимолетный дейді ғой, бір махаббат дейді ғой, сол сияқты. Сондай бір себептермен шыққан ән едім. Сонымен екі ортада сразу әндердің сөзін жаздырып, бұл әнді жарыққа шығардық. Бірақ жақсы тарады да, бейнебаян болмай қалды сол кезде. Осы қиын мәселе негізі. Қайсысына түсіресің, білмейсің, қайсысы шығады, қайсысы шықпай қалады. Жаңағындай ғой, мысалы Ақкөлеген сияқты, ойламай жүресінде шығып кеткеннен кейін барып, туф деп қаласың. Бірақ жақсылықтың ерте кеш жоқ дейді, әйтеуір. Бәрін үлгеріп жатыр. Мына әнді де жаңағыдай енді өзімнің бір балам сияқты да енді. Өзім жазғаннан кейін қалып кетпесін деп бейнебаян түсірген бір. Ренжімесін. Жалпы бұл бейнебаяны болу керек ән. Болу керек. Сосын бұл бейнебаян жаңа Ташкентте түсірдім ғой мен. Ташкентке барып түсірдім. Сосын мен рекорд жасап келдім уже. Неге? Қандай? Бір күнде 4 клип түсіріп келдім. Вау. Қойш. Бір күнде? Шок. Өзбек бауырларымыз таң қалып кәдімгідей. Бұны енді жариялап айту керек қой. Сонда қанша уақыт түсірдіңіз? 24 сағат? Күндізгі 12-ден түнгі 12-ге дейін. 4 бейнебаян. 24 сағат. 24 сағат қой енді. Режиссерлар әртүрлі болды ма, әлде сол бір режиссер? Бір режиссер, бір команда ғой. Бір ұжым. Бір ұжымды жібермей осындай бір студияның ішінде
ана жеке куәліктерін алып қойып тұрғызып қойып локацияны ауыстырып, бірақ команда бүкіл жаңағы Ташкенттің командасы. Батыр Муминов деген жігіт. Біздің де жаңағы эстрадаға біраз әншілерге түсіріп жүрген кісі ғой. Осы жақта жұмыс істейді ол кісі, қателеспесем. Осы келіп кетіп жүр. Иә, келіп кетіп жүр. Кеше Әбдіжаппардың концертінде бас не болды жаңағындай? Режиссер болды. Иә. Жақсы кісі. Негізі Қайсар шын, біздің келген қонақтарға тілек айтамыз, жаңағы өзіміздің жылы лебізімізді танытамыз. Бірақ саған бір жеке жүрегімнен шыққан бір сөзімді арнайын. Осындай биік шыңдарда жүре бер. Ешқашанда адамгершілігің таусылмасын. Әрқашанда сен адамның, еліңнің, қазақ елінің сыйлы азаматы болып жүре бер, өйткені сен соған лайықтысың. Аумин. Не деген тілек бауыржан. Тамаша, рахмет. Рахмет. Тілек қабыл болсын. Біз қазір жарнамаға кезек береміз, содан кейін жаңа ән тыңдаймыз. Мен сүйген нұр төгілген жүзімнен жарық кетсе жанымнан сағыныштан күрсінен адалдықты көздеген ұқсамайсың өзгеге баурап алды жанарың алғаш оны көргенде қара шаштары да қара, мені сиқырлаған көздерінде қара, жан құмарым сені қимаймын ғой басқаға. Қылықтарың тәтті, қызғанамын қатты, жүрегімде өзің сезім оты жақтың, тәңір қосқан менің жұбым бошы ардақты. Әдемісің сымбаттым, бір көріп ақ ұнаттым, талай ғашық жігіттің жүректерін тулаттым. Сендей сұлу көрмедім, бақытымсың сен менің, шашың көзің қап-қара, жүрегің ақ білемін. Қара, қара, қастары да қара, шаштары да қара, мені сиқырлаған көздері де қара, жан құмарым сені қимаймын ғой басқаға. Қылықтарың тәтті, қызғанамын қатты, жүрегімде өзің сезім оты жақтың, тәңір қосқан менің жұбым бошы ардақты. Сені қимаймын ғой басқаға. Қылықтарың тәтті, қызғанамын қатты, жүрегімде өзің сезім оты жақтың, тәңір қосқан менің жұбым бошы ардақты. Тәңір қосқан менің жұбым бошы ардақты. Осы жерде үлгердім, осы жерде Қайсар, қуаныш, сіздерге қуаныш сыйлаған.
Рахмет сізге. Бізге келгеніңіз үшін, осы әсем ән сыйлағаныңыз үшін, әсем би сыйлағаныңыз үшін. Жаңа айтып қою керек еді, Бауыржан, тұратын жерің ән ерте деп мен бүйтіп тұрып бүйтсем ары қарай қайырмасы кетіп бара жатыр. Ән керемет. Жақсы би болды.